Сәлем достар, армысыз ағайын, есімім Майда Қыдырбай, арнама қош келдіңіздер. Бүгін әдеттегідей әлемдегі жаңалықтарды әліміз келгенше талқылаймыз, бірақ ең басты назар әрине Украина-Ресей арасындағы соғысқа беріледі. Сіздер білесіздер, Украина-Ресей арасындағы соғысқа биыл 4-ші жыл кетті. Көптеген сарапшылар бұл соғысты біз бұрын ұлы отан соғысы деп айтатын едік, ол дұрыс емес әрине. Екінші дүниежүзілік соғыспен салыстырады және қазір Украина-Ресей арасындағы соғыс екінші дүниежүзілік соғыстың уақытымен бірдей болған, бірақ енді адам шығыны өте үлкен екі тараптан да, және екі елдің арасындағы соғыс әсіресе қыс кезінде қатты қиын. Қазір Украинаның аумағы, жалпы Киевтің өзінде жарық, жылу жоқ әлі де. Бұл ретте біздің осы Украинада тұрып жатқан қазақ қауымы Киевтегі осындай жылы киім таратып, Киевтегі қазақ үйді құрып, жаңағы бауырсақтарын пісіріп, тоңып, және интернеті жоқ, байланыссыз қалған Украинадағы азаматтарды қазақ үйде қабылдап жатыр. Осы жөнінде Киевте тұратын біздің жерлесіміз Марат ағаға сөз береміз. Киевтен және қазақ үйдің қалай жұмыс жасап жатқан туралы өзі айтып берсін. Айкоша, привет. Голосеевский парк деген. Жігіттер Нагорняктың нелері ғой, енді подчиненныйлары ғой, в общем. Сол жинап жатыр екен, мынау несін, керегесін теріс айналдырып бекітіп қойып, соны келіп көрсетіп жатыр, мынау дұрыс емес, мынаны шешіңдер, қайтадан жасаңдар деп. Соны енді қайтадан шешіп, қайтадан жасайын деп отыр. Ертең уже ашылуы дейді. Әлі мынау бейшаралар уже стенкісін әлі құрмаған, ертең ашылуы дейді. Білмеймін, үлгіре ма, үлгірмей ма. Негізі шынымды айтсам шаруам жоқ, үлгірсін, үлгірмесін. Анау әлі машиналардың үстінде шаңырағы, киізі бәрі сол жақта тұрды. Осындай біздің жағдай. Раньше, говорит, я относился ко всем, говорит, хорошо, а сейчас, говорит, взаимно. Ары қарай жалғастырамыз. Марат аға өте үлкен рахмет. Менің арнама арнайы осындай видео жасап берді. Және сіздердің пікірлеріңізді білгім келеді. Киевтен кадрлер, Киевтен жаңалықтарды ары қарайда көп көргілеріңіз келсе, және шынымен де сіздерге қызық болатын болса, комментарий жазыңыздар, плюс белгісін қалдырыңыздар. Біз Марат ағаны біздің арнамызға арнайы тілші қылып қызмет етсін деп алып алуымыз мүмкін. Әрине ол қалжың. Марат аға арнайы тілші деген атағы болмаса да бізге үнемі жаңалықтарды беріп тұрады. Ол үшін өзіңізге көп рахмет. Және тікелей эфирде Марат аға екеуміз әңгімелескен видеомызда менің арнамда бар. Кіріңіздер және арнама жазылыңыздар. Соңғы жаңалықтарды мен сіздерге осылай жариялап отырамын. Сонымен Кличко Украина, әсіресе Киевте тұрғатын халыққа қазір қыс мезгілі кезінде тоңып қалмас үшін мүмкіндіктеріңіз болса, қаланың сыртына барыңыздар деп кеңес айтты. Бұл кеңес әрине Зеленскийге ұнаған жоқ. Ол Кличко, яғни Киевтің мұндай атқылауға дайын болмай шыққанын сынады, бірақ 4 жыл бойы жылу қазандықтарын атқылап, қайта-қайта жаңағы ТЭЦ-тарға тиіп жатқан ракета әрине нысан дегеніне қоймай тынбайды. Өйткені бәрібір де Патриот сияқты ПАК-3 деген Патриоттың осындай бір бөлігі, жаңағы ракетаны ұстап алатын, зымырандарды ұстап алатын, барынша әуе қорғаныс жүйесін қамтитын осындай ПАК-3 Зеленский қаншама сұраса да оның қолына тиген жоқ, бірақ жаңағы бірде халықты қорғайды бұндай Патриот жүйесі, бірде жаңағы жылу қазандықтарын, трансформаторларды, сондықтан олардың саны өте аз Украинада. Өйткені адам шығыны көп болуы мүмкін, мысалы үлкен этаждарға келіп түсетін болса, сондықтан кей уақытта жылу қазандықтар қорғалмай, жаңағы жалаңаштанып қалуы мүмкін. Және бұл ретте әрине соққы келіп тигеннен кейін нағыз блэкаут орнады биыл 26 жылдың басында. Сондықтан Киевте жағдай осындай. Кличконың тағы сөзі бар. 70% халық әлі де жылу жарықсыз отыр. Балалардың
қыстық каникул 1 ақпанға дейін созылды. Өйткені мектептерде әлі де температурасы төмен, 5 градус, 9 градус бұл бала оқитын температура емес. Әлі де Киевтегі жаңалықтарды сізге Киевтегі ғана емес, әрине Украина бойынша, қазір Купянск бағыты бойынша және Запорожье бағыты бойынша Ресей тарапының үстемдігі бар. Өйткені қыс мезгілі кезінде техникалардың алға жылжуы оңай, әрине батпаққа батып жатқан жоқ. Және Ирандағы жағдайды білесіздер, олар қазір Ресейге үлкен көлемде шахеттерін жеткізіп жатқан жоқ. Дегенмен де Ресей осы 4 жылдың ішінде шахет шығаруды әбден жолға қойып алды. Шахет емес, жаңағы дрондарды шығаруды. Сондықтан Иранның шахедінсіз ақ Украина жерін толығымен блэкаутқа, әсіресе қыс мезгілінде халықтың жігерін жасу үшін осындай үлкен партиялардағы қаруларды жөнелтіп жатқан жайы бар. Ал Ирандағы жағдайдың қазір өте аянышты деп айтсақ болады. Өйткені көтерілісшілердің көп бөлігі 25.000 адамды билік ұстады. Оның ішінде түрлі ақпарат көздері бойынша 18.000-ға жуық адам қаза тапқан. Билік тарапынан, яғни қатты жазалау шаралары жүріп жатыр. Және ресми ақпарат 4.000-ға жуық адамның қайтыс болғанын айтады, өлген, ал бейресми ақпарат әрине көтеріліске шығып, осындай халық толқуларын жасаған адам саны және осы биліктің қолынан қаза тапқандар саны жаңағы 20.000-ға жетуі мүмкін деген болжам жасайды. Қазір Иранда интернет жоқ және көптеген жаңалықтар әлі толық жетпеген әлемге. Дей тұрғанмен де Иранның билігі, Иранның режимі орнынан қозғалған жоқ, құлаған жоқ. Бұл ретте әрине Трамп көмек әне-міне келе жатыр. Жаңағы халыққа, көтеріліске қатысқан адамдарға дем беріп, осындай сөздер жариялап, өзінің әлеуметтік желісінде біз сіздерге көмек келеміз, билікті өз қолдарыңызға алыңыздар деген сөзі әрине отқа май құйды. Өйткені ешқандай да көмек келген жоқ. Ақыр соңында көтерілісшілер өзінің көбісі Трампқа сеніп, жаңағы осындай орталыққа шығып барынша аятолла билігімен айқасып көрді, бірақ көрдіңіздер ма, ешкімнің сөзіне сенбеу керек, ешкімнің уәдесіне сенбеу керек. Ол тек қана Трампқа қатысты емес, өз өмірлеріңізде де біз енді көбінесе жаңағы келе жатқан көмекті келіп қойған көмек ретінде бағалаймыз. Және ең өкініштісі әрине бұндай саясаттан ең қарапайым халықтың зардап шегетіні рас. Ал бұл ретте менің ойымша Ирандағы жағдайдан бірден назарды аударып алу үшін Трамп әрине Гренландияға көшкен сияқты. Ол жаңағы солтүстік Америка мен Европаның ортасындағы өте мықты бір жер, стратегиялық маңызды жер. Және бұл елді біз сатып аламыз деді біресе Трамп, біресе басып аламыз деді. Бірақ НАТО мен НАТО соғысса, шынымен де әлемдік бір қалыпты үрдістің қазір шайқалып тұрған кезі. Яғни Трамп әлі Американың басшысы болып тұрған кезде талай өзгерістер болатын сияқты, бірақ Гренландияны сатып алуға жол жоқ деген үлкен тағы да Копенгагенда халық көтерілді. Европа халқы өзінің қауіпсіздігі үшін өзі жауап беретін түсінген сияқты. Қазір бірнеше ел бірігіп, жаңағы әсіресе немістер бар, әсіресе француздар бар, жаңағы 150 миллиард өзінің қауіпсіздігіне қаржы бөліп, шынымен де үлкен зауыттар соғуы мүмкін. Өйткені Ресей мен Украина соғысының алдында Европаның қауіпсіздігі өте бірігіп мықты болды деп айта алмаймын. Дәл Ресей Украинаға басып кірген кезде өзінің қауіпсіздігін Европа енді ойлай бастаған сияқты. Әсіресе Польша өте қазір әскер жағынан да мықты ел, өйткені Украинаға жақын елдер Европа елінің бірі.
бірақ жалғыз Польшаға ғана үмітті артып қоймау керек. Жалпы Европаның нағыз бірігетін тұсы келген сияқты, және Европа оны сезінетін сияқты. Әсіресе осы Трамптың Гренландияға қатысты айтқан мәлімдемесі, одан кейін әрине Украина Ресей арасындағы соғыс бар, және Ресей тарапынан Европа аймағына бірнеше дрондардың ұшып келуі Европаны шынымен де қауіпсіздігін ойлауға уақыттың келгенін көрсеткен сияқты. Және Испанияда да қайғылы жағдайдың болғанын айта кетуім керек. Өйткені екі жылдам жүретін пойыз соғысып, үлкен шығын орын алды. 40 адамға жуық адам қайтыс болды, және 150 жарақат алды. Жалпы Испанияда жылдам жүретін пойыздарға қатысты үнемі осындай бір оқиға шығып тұрады. Оның алдында Испаниядан мемлекеттік арнаға жаңалық таратып жүрген кезінде жаңағы кіші туннель, Европада кішкентай туннельдер, соған кіре алмай қалған пойызға ақша бөлген үшін мемлекеттік қызметші осындай жемқорлық ісі бойынша түрмеге тоғытылған еді. Осындай Испанияның пойыздарына қатысты міне екінші жаңалық әрине өте өкінішті. Екі жылдам жүретін пойыз шынымен де қатты соғысқанда адам шығынының орын алуы әбден мүмкін. Өйткені 350 сағатына 400 км сағатына жүрген пойыз рельстен шығып бір-бірімен соғысқан кезде әрине ішінде отырған 400-ге жуық адамның өмірі қыл үстінде тұрғаны мәлім. Бірақ 40-қа жуық адам қайтыс болды, қайталап айтам, және 150 адам ауыр жарақат алды. Мендегі жаңалық осы. Сіздердің комментарияларыңызды күтемін. Онда келесі кездескенше.